Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырманым? Әңгімені тыңдамас бұрын мені жоғалтып алмасы үшін маған тіркеліп лайк басып қолдап кетіңіздер. Біз тапқан келіншектің Сәрсенқұлова Құралай екенін мәйітханада дәмелі анықтады. Сонау шалғай аудандағы туыстарына хабар беруге мекен жайын жазып берді. Дәмелі, сіз соңғы рет Құралайды қашан көрдіңіз? Құралай да жұмыстан босай алмайды, демалыссыз жұмыс жасайды. Тек айына бір күн ауылға ақша салғанда маған жолығады. Сол қай күні еді? Қазір ойланайын. Иә, сәрсенбі күні келіп кеткен. Сәрсенбі қаза болардан 2 күн бұрын екен дедім календарға қарап. Сізге бір жаққа барам деп, болмаса жаңалық. Жоқ, еш жаңалық жоқ. Ақша салдым. Переговормен қызымен сөйлестім деп қана айтты. Есіңізге түсіріңіз, сөз арасында біреумен бір жаққа барам деді ме? Дәмелі біраз ойланып отырып, жоқ, ондай ештеңе айтпады. Жұмысы жақсы, табысы молайғанын айтты. Көңілді болды. Сол көңілді болуының себебін сұрамадыңыз ба? Сұрадым. Сол ойындағыдан көбірек ақша жинапты. Жартысын өз анасына, жартысын қызына салғанына көңілді екен. Көп ақшаны мүмкін біреу берген болар, есіңізге түсіріңізші. Оған кім береді? Енді жас келіншек, қолдау берер ер азамат тапқан болар. Ой, Құралай ондай емес. Ол өзіне біреуді жолата қоймайды. Ақша тіпті алмайды деп басын шайқады. Сіз жақсылап ойланыңыз. Құралай қаланың сыртынан табылды. 2 кештің арасында барған, қасында ер азамат болған тәрізді дедім. Дәмелі ұзақ ойланып, білмеймін неге, не үшін. Ол қала сыртына неге барғанын білмеймін. Қасындағы қорбысы білер, мен білмедім деді. Жақсы Дәмелі, сіз болсыз мына қағазға қол қойыңыз, біз сізге хабарласамыз деп шығарып салдым. Оразды шақырып, бірден Құралай тұрған пәтерге бардық. Пәтер дейтіндей пәтер емес, жекеменшік үйдің ауласына салынған бір бөлмекен. Үйдің иесі қарсы алды, толық келген, егде жастағы әйел екен, ұзын халат киген. Басында орамал, аяғында жеңіл тәпішке ес шықты. Жақындағанда жадыра, жат деп есікті ақырын ұрды. Сәл кідіртіп есікті жадыра ашты. Ұйқыдан жаңа тұрған ба, мыжы-мыжы шығып, бет аузын тырсып-пырсып, көзін сығырайтып бізге қарап шашын жөндеді. Жадыра сендерге келіпті деді үйдің иесі. Жадыра ойланып бізге қарап тұр. Тәртіп бойынша құжаттарымызды көрсетіп, ішке кіруге рұқсат сұрадық. Кіріңіздер деп өзі бізден бұрын ішке енді, артынан ілесе біз де кірдік. Жадыра бірден терезені ашып жиналмай тұрған төсегін тезірекке келтірді. Кішкентай шағын бөлме, қарама қарсы 2 төсек тұр, арасынан 2 адам ғана өте алады. Аяқ жақта есіктің қасында биік тумбочка, үстінде газ, оның қасында шағын жарға жабыстырылған шкаф. Жанында тақтайдан жасалып, жарға қағылған киім ілгіш, шымылдықпен жабылған, астында киім ілінген 2 төсектің арасына жуға шағын алаша төселген. Газ бен төсек арасында ескілеу киіз, үстінде шет жағында ескі қурақ көрпе. Есіктің оң жағында қол жуғыш, жанында таза орамал ілулі тұр. Төмен жағында 2 қатарлы аяқ киім қойған полка, аяқ киімдер уқыппен қойылған. Бөлме шағын болса да, көлденең жатқан ештеңе жоқ. Жадыра төсекті көрсетіп, отырыңыздар деді қобалжыған дауыспен. Жадыра, сіз Сәрсенқұлова Құралайды танисыз ба дедім. Жадыра басын изеп қарсы төсекті көрсетіп, біз бірге тұрамыз деді. Құралайды соңғы рет қашан көрдіңіз? Құралайды сенбі күні таңертең көрдім. Ол бірнеше күн болды келмей жүр деді. Құрбыңыз үйге келмепті, неге іздеу салмадыңыз? Мен сенбі таңертең өз жұмысыма, ол өз жұмысына кеттік. Мен бір тәулік жұмыста болдым. Жексенбі күні таңертең келіп, күні бойы ұйықтап, қайта бір тәулік екінші жұмысыма кеттім. Мен оны келіп жүр деп ойлағам. Біз бірге тұрсақ та, бір-бірімізді сирек көреміз. Кейде мен жұмыстан келгенше ол кетіп қалады. Кейде ол жұмыстан келгенше мен кетіп қаламын. Құралайдың келмей жүргенін бүгін қожайын апай айтты. Бір шаруалар шыққан болар деп ойладым. Шаршап тұрғам. Жата қалғам. Кешке қайта түнгі сменге кетем деді қинала, қорқа сөйлеп. Түсінікті деп жан-жағыма қарадым. Құралай төсегінің жанына фото суреттерін іліп қойыпты. Ер адамның мойнына асылып күлімдеп тұр. Келесі фотода ақтөй көлікпен күйеуімен қол ұстасып отыр. Үшінші фотода құндақтаулы сәбиге мейірім төге қараса.
4-ші фотода кішкене қызбен аймаласып отыр. Тесіліп ұзақ қарап Құралайдың әдемілігіне сүйсініп кеттім. Ағай, Құралайға не болды деген Жадыраның даусы ойымды бөлді. Жадыра, өкінішке орай, біз Құралайдың өлі денесін таптық, деді бағанадан бері есіктің көзінде тұрған Ораз. Жадырадан бұрын үйдің иесі шошып ба жете қалды. Ол Ораздың артында тұр екен. Жадыра естігеніне сенбей мелшиіп тұрып қалып еді. Үй иесі қасына жетіп барды. Жака, саған не болды, деді иығынан ұстап. Жадыра сұп-сұр болып төсекке отыра қалды. Өлі денесі қалай? Қай жерден таптыңыздар, деді үйдің иесі. Жадыра, сіз сөйлей аласыз ба, дедім. Ол ақырын басын изеді. Қарсы төсекке отырдым да Жадыраға мұқият қарадым. Жадыра өте арық, келте шашты, жағы шығыңқы, кең маңдайлы, үлкен шұңқыр көзді, мұрыны пушық келген, сары қыз, сұрланып қанын ішіне тартып демалмай отырған сияқты. Сәл дірілдейтіндей, Жадыра, мен естіп отырсыз ба, дедім, сәл даусымды шығарып. Ол ойлы көзбен маған түк түсінбеген кейіппен қарады. Нақты Құралай ма? Оған сенімсіз бе? Деп орнынан ұшып тұрып, Құралайдың жастығының астын бір көтеріп, сосын көрпесін аударып жіберіп, матрас астынан бірдеңе тапты ма? Сәл кідіріп тұрды да, жылдан бұрылып, міне, құжаты осында, оны қалай таныдыңыздар, деп қаттырақ айтып жеке куәлігін ұсынды. Көзінде бір үміт бар. Мен куәлікті алып оқыдым да, Жадыра, отырыңыз, сізге қояр сұрақтарымыз бар, сізге де қоямыз, дедім үй иесіне қарап. Жақсы, деп ол да мұңды жасаураған көзімен қарап төсекке отырды. Жадыра ақырындап төсектің шетіне дәрменсіз күйде сылқ ете қалды. Басы салбырап, кеудесі селкілдеп жылап жіберді. Суды қайдан алуға болады, деді Ораз. Үй иесі шкафтың қасын меңзеді. Енді байқадым, газ тұрған тумбочка мен жозының арасында шағын шелек бар екен. Әйел өзі тұрып, шкафты ашып, кесе шығарып, су алып Жадыраға берді. Жадыра тістері сақылдап отырып, аз ішті де кесені қайтарды. Жадыра, сіз сәл өз-өзіңізге келіп алыңыз. Сізге сұрақ, дедім әйелге қарап. Ол басын изеді. Сіз Құралайды соңғы рет қашан көрдіңіз? Сол сенбі күні таң ертең кетті, болды, келмеді. Екеуі бірге шығып кетті. Сенбі кешке келмеді. Жексенбі Жадыра келді. Құралай жоқ. Жексенбі тағы жоқ. Дүйсенбі тағы келмеді. Бүгін бір қыз звондап Құралайды сұрады. Ол келмей жүргенін айттым. Сосын Жадыра жұмыстан келді. Оған алдынан шығып сұрадым. Ол білмеймін, бүгін келіп қалар, деді, деп Жадыраға қарады. Жадыра басын изеп растап отыр. Сіз әрдайым үйдесіз бе? Иә, үйде отырам. Денсаулығым нашар, жұмысқа жарамаймын, деді аянышты дауыспен. Жадыра, сізге Құралай таныстары туралы айтты ма? Таныстары жұмысындағы қыздары туралы жиі айтатын. Басқа жаңа таныс таптым деп айтпады. Сіз жауап беріңізші. Құралай жігіт ертіп келіп, болмаса жігіт шығарып салған кезін көрдіңіз бе, дедім үйдің иесіне қарап. Ой, жоқ, міне 2 жыл. Тек жұмыс, үй, ешқайда шықпайды. 8 болмай ерте кетеді. 10-11-лерде кеш келеді, деп тағы Жадыраға қарады. Жадыра, Құралай сізден сыр жасыруы мүмкін бе? Сыр кімде болса да бар ғой, бірақ біз бірге тұрғанмен бір-бірімізге ашыла бермейміз, деді астыңғы ернін тістеп. Сіздер Роудқа бару керексіздер, деп орнымнан тұрдым. Ағай, Құралай екенін қайдан анықтадыңыздар? Деді әлі естігеніне сенбеген көзқараспен. Біз Рейдерге фото суретін салған едік. Теледидардан құрбысы дәмелі көріп, танып хабарласты, дегенде Жадыра дәмелі деп талып түсті. Жұмыс орныма келіп, опер жігіттерді Құралайдың жұмысына жібердім. Кіммен болды? Қаскөй кім деп ойлаумен болдым. Жадыра мен қожайыны келіп, өз көрген білгендерін айтып, қағазға жазып, қол қойып кетті. Опер жігіттер де тез оралды. Ереке ешқандай да іс таппадық. Керемет қыз, мықты мастер, ақылды, пысық, достары жоқ. Қылтың-сылтыңсыз, соңғы күндері де жаңа таныс анау-мынау болмаған, бір қалыпты, еш өзгеріссіз. Иә, қаншерді табу оңайға түспейтін көрінеді. Іліп алар түк жоқ, дедім.